Бұдан небәрі 50 жылдан астам уақыт бұрын Дубай бірнеше қарапайым құрылысымен сирек жолдары ғана бар құла дала еді. Ал бүгінде бұл қала әлемдегі ең экстравагантты әрі болашаққа бағытталған мегаполистердің біріне айналды. Мұнда шексіз байлық пен сән салтанат күнделікті өмірдің бір бөлігі. Алтынмен қапталған супер көліктерден бастап, экзотикалық үй жануарларына дейін бәрі көз тоймайтын көрініс. Бірақ бәрі де жарқыраған зәулім ғимараттар мен сәнді қонақ үйлерден тұрмайды. Бұл бейнебаянда сіз Дубай туралы бұрын соңды естімеген 12 таңғаларлық деректі білесіз. Дубайда ыңғайлылық мүлде басқа деңгейде. Мұнда қарапайым банкоматтан ақша емес, алтын қималар мен алтын теңгелер алуға болады. Бұл Gold to Go деп аталатын банкоматтар әр сағат сайын нарықтағы алтын бағасына қарай жаңарып отырады. Алғашқысы 2010 жылы атақты Бурдж Халифа қонақ үйінде орнатылды. Туристер мен жергілікті халық үшін бұл алтынға инвестиция салудың тиімді әрі ыңғайлы жолы. Дубайда тіпті банкоматқа барудың өзі ерекше оқиғаға айналады. Басқа елдерде полиция қызметкерлері қарапайым көліктермен жүрсе, Дубайда олар Lamborghini, Ferrari, Bugatti сияқты супер көліктермен патрульге шығады. Бұл тек сән салтанатты көрсету емес, бұл көліктер нақты операцияларда да қолданылады және қаланың қауіпсіз әрі заманауи бейнесін жарнамалайтын құрал ретінде де қызмет етеді. Мысалы, бір ғана Lamborghini Aventador көлігінің бағасы $500,000 шамасында. Дубайда ыңғайлылық мүлде басқа деңгейде. Мұнда қарапайым банкоматтан ақша емес, алтын қималар мен алтын теңгелер алуға болады. Бұл Gold to Go деп аталатын банкоматтар әр сағат сайын нарықтағы алтын бағасына қарай жаңарып отырады. Алғашқысы 2010 жылы атақты Бурдж Халифа қонақ үйінде орнатылды. Туристер мен жергілікті халық үшін бұл алтынға инвестиция салудың тиімді әрі ыңғайлы жолы. Дубайда тіпті банкоматқа барудың өзі ерекше оқиғаға айналады. Басқа елдерде полиция қызметкерлері қарапайым көліктермен жүрсе, Дубайда олар Lamborghini, Ferrari, Bugatti сияқты супер көліктермен патрульге шығады. Бұл тек сән салтанатты көрсету емес, бұл көліктер нақты операцияларда да қолданылады және қаланың қауіпсіз әрі заманауи бейнесін жарнамалайтын құрал ретінде де қызмет етеді. Мысалы, бір ғана Lamborghini Aventador көлігінің бағасы $500,000 шамасында. Дубайдағы байлық тек көлікпен немесе сарайдай үйлермен шектелмейді. Бұрын бай адамдар арыстан, жолбарыс, гепард сияқты жыртқыштарды үй жануары ретінде ұстаған. Әлеуметтік желілерде, люкс көліктерде отырған жолбарыстар немесе яхтада жүрген арыстандар үйреншікті көрініс болатын. Бірақ бұл үрдіс халықаралық алаңдаушылық тудырып, 2017 жылы БА үкіметі жабайы аңдарды үйде ұстауға тыйым салды. Қазір мұндай жануарларды заңсыз ұстағандар ірі айыппұл немесе бас бостандығынан айыру жазасына тартылады. Десе де кейбір миллиардерлер бұл заңды елемей, әлі де ереже бұзып жатады. Дубайда шөл далада орналасқан гүлбағы бар десек сенесіз бе? Дубай Miracle Garden әлемдегі ең ерекше бақтардың бірі. Мұнда 150 миллионнан астам гүл өседі. Тіпті гүлден жасалған Airbus A380 ұшағы да бар. Бұл бақ
жыл сайын миллиондаған туристі тартады, және мүмкін емес нәрсені шындыққа айналдыруға Дубайдың қаншалықты қабілетті екенін дәлелдейді. Бурж Ал-Араб әлемдегі ең әйгілі әрі сән салтанаты асқан қонақ үйлердің бірі. Оның ішкі әрлеуіне қолданылған алтын мөлшерімен Мона Лиза картинасын 46 рет сатып алуға болар еді. Бұл отель Дубайдың ұлылық пен шексіз экстраваганттылыққа деген ұмтылысының айғағы. Дубай туристер үшін жайлы көрінгенмен, мұнда өте қатаң заңдар бар. Мысалы, қоғамда ауызша балағат айту ірі айыппұл, немесе түрмеге жабылу қаупін тудырады. Жұрт алдында қоғыстасу, құшақтасу, сүю, дөрекі және әдепсіз әрекет ретінде қарастырылады. Бұл ережелер ЛГБТ қауымдастығына да қатысты. Бір жынысты қарым-қатынастар заңсыз және түрмеге жабылуға немесе елден шығарылуға алып келуі мүмкін. Дубайдың сәулетті ғимараттар мен инфрақұрылымын салған Үндістан, Пәкістан және Оңтүстік Азия елдерінен келген мыңдаған еңбек мигранттары. Оларға жоғары жалақы уәде етілгенмен, көбісі күн астында ауыр жағдайда жұмыс істейді. 6-8 адам бірге тұратын тар бөлмелерде өмір сүреді. Жалақы кешіктіріледі, медициналық көмек жоқ, еңбек құқықтары қорғалмаған. Көп жағдайда олар құлдыққа жақын жағдайда өмір сүреді. Дубайда секс қызметі ресми түрде заңсыз болғанымен, бұл сала құпия түрде өркендеп отыр. Қалада шамамен 30 мыңнан астам жезөкше жұмыс істейді деген болжам бар. Көптеген әйелдер жоғары табысқа қол жеткіземіз деп үміттеніп келеді. Бірақ эксплуатация мен қиын өмірлік жағдайларға тап болады. Дубайдың жарқыраған бейнесінің артында әлеуметтік теңсіздік жатыр. Байлық шағын элитаның қолында шоғырланған. Ал мигранттар мен төменгі тап өкілдері қаржылық қиындықта өмір сүреді. Елде сөз бостандығы шектелген. Үкіметті немесе жергілікті дәстүрлерді сынау қатаң жазаланады. Бақ пен интернет цензураға ұшырайды. Билікке қарсы немесе қорлайтын контенттер бұғатталады. Дубайдағы ерекше құбылыстардың бірі тасталған супер көліктер. Феррари, Ламборджини, тіпті алтынмен қапталған көліктер. Аэропорттарда, тұрақтарда, тіпті қоқыс алаңдарында шашылып жатыр. Бұл көліктер қарыздан құтылу үшін елден қашып кеткен шетелдік кәсіпкерлерге тиесілі. Дубайда банкрот болу тек қаржылық емес, қылмыстық іс деп есептеледі. Сол себепті адамдар $1 миллион көліктерін тастап кетуге мәжбүр. Біреулер үшін бұл ысырап, ал өзгелер үшін арманындағы көлікті арзан бағаға алу мүмкіндігі. Дубайдың жасанды аралдары әлемге танымал. Палм Жумера кеңіс жағасындағы сәнді виллалар мен туристерді тартып отырған табысты жоба. Алайда The World Islands жобасы 300 аралдан тұратын әлем картасына ұқсас жоба сәтсіз аяқталды. Бүгінде тек 2 арал ғана игерілген, қалғандары бос жатыр. Бұл арман мен амбицияның жүзеге аспаған мысалы. Жоғарыда аталған жобаларға қарамастан, Дубайдың басты ерекшелігі рекорд орнатуға деген ұштарлығы. Қала 339-дан астам Гиннестің рекордына ие. Әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж Халифа, оның биіктігі 828. Ең үлкен сауда орталығы. Бәрі осында орналасқан. Дубай тіпті ең жылдам жүретін полиция көлігімен де рекорд орнатқан. Бұл шектеуді білмейтін, үнемі жаңа биіктерге ұмтылатын қаланың айғағы. Тіпті қарапайым спорттық іс-шара Дубай Фитнес Челлендж кезінде де мыңдаған адам бірігіп, бір мезгілде бирпи жасаудан рекорд орнатуға тырысады. Егер осы бейнебаян соңына дейін қызықты болса,
лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа. Бұл мені жаңа әрі мазмұнды контент жасауға шабыттандырады. Келесі кездескенше.